Уздечкасын кесіп жіберіп балаң сайрап кетеді. Это же издевательство, вы вообще издеваетесь над ребенком. Мен жыламайтын болғам. Папасы ақша бермей қойған. Айналыссаң өзің айналыс, менің шаруам жоқ деген секілді. Мен жылағым келіп кетті. Ол 14 жасқа дейін сөйлемеген бала сөйлемейді. Бұны кесеміз. Миологопедтің кәдімгі логопедтен айырмашылығы қандай? Шындығына келгенде ең энергиясы жоқ балалар осы СДВГ балалар. Негізі кішкентай баланың қорылдауы бұл мүлдем қалыпты емес. Бала ол әкесі мен анасынікі ғой, екеуінікі. Адам үйіне барғаннан кейін кемінде 40 минут үндемей отыру керек. Егер баланы біз қазір аяй беретін болсақ, өмір оны аямайды ертең. Балауызға мен қарсы емеспін. Мүлдем сөйлемейтін, сөйлете алмайтын бала бола ма? Мені қылғындырып жатыр, мені өлтірейін деп жатыр. Армағайын, сіздердің назарларыңызда менің кезекті сұхбатым. Бүгін сөйлеу орталығының негізін қалаушы логопед-дефектолог Гүлсара Ниязқызы арнайы осы сұхбат үшін Алматыдан келіп отыр. Гүлсара ханым, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Көргеніме қуаныштымын, себебі мен сізді 2 жыл қатарынан бақылап жүрмін. Қызығып қараймын, көп жақсы дүниелермен бөлісіп жатырсыз және жап-жассыз. Осы жастығыңызға қарамай 2 бірдей орталығыңыз бар екен. Алматыда және Ақтөбеде, сөйлеу орталығы. Не мұрындық болды? Неге сіз осы орталықтарды ашуға шешім қабылдадыңыз? Жалпы ең бірінші менің өзімнің бітірген мамандығым, ол логопед-дефектолог. Мен таза логопед-дефектологияны бітірген маманмын. Одан кейін жалпы студенттік кезімде мен 2-ші курстан бастап үйден балаларды тегін қабылдап бастадым. Бұл бізде гидроцефалиясы бар, яғни былай айтқан кезде үй жағдайында оқуға ғана мүмкіндіктері бар балалар. Ол балаларды мен тегін қабылдап бастадым, себебі бұл мамандыққа түсуімнің негізгі себебінің бірі ол менің анам деп айтсам да болады. Себебі менің анам мектеп директоры болды. Одан кейін қаншама осындай балаларды көріп, бұл балаларға көмектесетін маман жоқ. Саған ұнайма деп маған енді 9-шы сыныптарда ұсыныс тастаған болатын. Содан кейін маған ұнайды деп бірден мен өзім кәдімгі осознанно дейді ғой, таңдап осы дефектологияға түсіп, одан кейін 1-ші курста біздің практикамыз басталғаннан 2-ші курстан бастап мен оқушыларды тегін қабылдап бастадым. Ол сол жаңағы ДЦП балалар, гидроцефалиясы бар, микроцефалиясы бар балалар, даун синдромы бар балалар. Мамандық өте қызық және одан кейін өте қиын. Қиындығы мен қызық деп айтсам да болады, себебі әрбір баладан, әрбір ата-анадан біз нәтиже көрген кезде шыны керек жүрегің сол нәрсені қалайды екен. Сол нәрсені қалайды және содан мен рахат алатынымды сездім. Содан кейін мен шыны керек мемлекеттік мекемелерде де жұмыс жасап көрдім бірнеше жылдар бойы. Бірақ маған қажетті мүмкіндік ол жақта болмады. Себебі мен балаларға массаж жасағым келді, сенсорлы интеграция өткізгім келді, АФК өткізгім келді. Ол мүмкіндіктер маған берілмегесін, мен өзім ол мүмкіндікті өзім жасаймын деп шештім. Өзім сол оқушыларға жасаймын деп. Содан стипендиямды жинап сол кезде. Қанша болды стипендияңыз? 19 мың болды. 19 мың теңге. Сол стипендияны мен ай сайын жинап, шағын ең алғашқы 20 мың теңгеге кабинетімді алдым. Сол жерден мен үйден оқытқан балалардың ата-аналары былай арендаға кабинет. Арендаға кабинет алдым. Содан кейін сарафанда реклама деп айтсақ болады. Сол арқылы бізге уже көп ата-аналар келіп бастады. 2016 сол жылдары, 2017 сол жыл аралығында мен уже аяққа тұрып команда жинаймын деп бастадым. Солай 2019 жылдары, 2019 жылдары, қателеспесем, сол уақытта менің ең бірінші орталығым ашылды. Ол орталықты сіз өзіңіз қарызға ашып, күрделі жұмысты, яғни ремонтты өздеріңіз жасаған екенсіздер, оның ішіне ремонт. Көрдіңіз бе мен қалай дайындалдым интервьюға? Сіздің бүкіл парақшаңызды ашып, сұрап жан-жақтан. Оның ішінде шыны керек маған бұл жұмыс басталғаннан кейін негізі басында отбасым түсінбейтін, бұл мемлекеттік жұмыс жақсы, ол жақта саған өлмейсің деген сияқты сондай нәрселер айтылды да. Одан кейін бірақ мен өзім мамандыққа деген құштарлығымды көрген соң мен інім келіп өзі, негізі інім шебер, барлық кабинетті бәрін маған жасап берді. Содан кейін ары қарай жұмысымыз жүріп кетті десек те болады.
Бірінші орталық Ақтөбеден ашылды ма, Алматыдан ашылды ма? Ақтөбеден ашылды. Қазір Алматыда да бар. Мхм. Екі орталықта қанша маман жұмыс істейді? Екі орталықта бізде қазіргі таңда 17 маман жұмыс жасайды. Балалардың саны бізде қазіргі таңда 212 бала шамасы. Неге сөйлеу орталығын таңдау керек? Қазір орталық көп қой. Қазір мамандар көп. Жарнамасына қарасаң көз сүрінеді. Неге ата-ана баласын осы сөйлеу орталығына апару керек? Сіздердің ерекшеліктеріңіз, ерекше бір методикаларыңыз қандай? Жалпы біздің орталығымызда қазіргі таңда былай айтқан кезде басқа мамандықты бітірген мамандар жоқ. Таза өзінің осы мамандықты бітірген кәсіби мамандар, логопед-дефектологтар және сенсорлы интеграция тренерлері, олар арнайы оқып келген, одан кейін АФК мамандары, тренерлері, және одан кейінгісі мен өзімнің екінші мамандығым бар, ол миологопед деп аталады. Айтпақшы, миологопедтің кәдімгі логопедтен айырмашылығы қандай? Миологопедтің қазіргі логопедтен, қарапайым логопедтен айырмашылығы, мысалы қарапайым логопедтер балаларға запуск речи, сөйлеуге ынталандыру жүргізетін болса, оларды сөйлеуге үйрететін болса, ал миологопед ол көбінесе былай айтқан кезде дәрігерлік салаға жақын десек те болады. Себебі бұл жерде біз балалардың түнде қорылдауын, аузын ашып ұйықтауын, баланың тістенуін, аденоидысы бар балаларды операциясыз дұрыс тыныс алуға үйретуге соларды үйрететін боламыз. Және көбінесе ДЦП балалар немесе инфантильді жұтыну бар балалар бар. Сол балаларға жұтынуды үйретеміз, яғни рефлекстерді қалыптастырамыз десек те болады. Одан кейін гиперсаливация, яғни шамадан тыс сілекейдің бөлінуі, сонымен біздер жұмыс жасаймыз. Одан кейін дәл сондай бірнеше рефлекстерді қалыптастырамыз деп айтсақ болады. Ал негізі былай айтқан кезде педагогикалық тұрғыдан педагогикалық білімі бар логопедтер ондаймен айналыспайды. Онымен айналысатын мамандар олар негізі ортодонттар. Бірақ сіздер білесіздер, ортодонттар қазір балаларға енді пластина қондырады да жібереді, болды. Ары қарай ол баламен жұмыс жасайтын маман жоқ. Одан кейін аденоидін анықтады. Енді мысалы аденоид деп отырсыз, мен балама 2 рет осы аденоид үшін операция жасадым. Кәдімгі жалпы наркоз арқылы. Соның кесірі, мысалы балама ұмытшақ. Қазір үйреткен нәрсені қазір естен шығарып жіберуі мүмкін. Бірақ аденоидға қалай операция жасадым, баламда бірден нәтиже байқалды. Өйткені бір басына ауа барды, тұман сейілді, бірден тақпақты жаттап алады, бірден бәрін қағып алатын болды. Неліктен? Себебі қараңыздар, бұл жерде аденоиды деген ол өсінді. Яғни біздің мұрнында, тамағында болды. Иә, мұрнында және тамақта болады. Ол жерде егер ол өсіп кететін болса, бала автоматты түрде ауыздық тыныс алуға көшеді. Ал сіздер білесіздер, өздеріңіз, ауыздық тыныс алу ол миға қажетті оттегіні жеткізбейді. Сол себепті бала ақпаратты қабылдай алмай қиналады. Көбінесе бізде ата-аналар былай деп жатады: мен балам СДВГ болды, яғни гипербелсенді бала. Оған мысалы қарап отырсаңыз, дене шынықтыру немесе АФК, сенсорлы интеграция бере береді ол балаларға. Ой, оның энергиясы тасып тұр деген сияқты. Былай шындығына келгенде ең энергиясы жоқ балалар осы СДВГ балалар. Себебі ол баланың қалай энергия жоқ? Дамыл таппайды ғой, бір бөлмеден бір бөлмеге, бір бөлмеден бір бөлмеге. Мысалы мен орталықтарға барам ғой, мен түрлі баланы көремін. Биікке шығып кеткен, секіріп жатқан, қайтадан өрмелеп жатады, жүгіріп жүреді, мысалы гипербелсенді балалар. Ал сіз айтасыз, оларда энергия жоқ дейсіз. Қалай? Иә, себебі мысалы қараңыз, мысалы біздер 3 күн бойы ұйықтамайтын болсақ, біз не дұрыс ұйықтай алмаймыз, не ақпаратты дұрыс қабылдай алмаймыз, не бір жұмысты соңына дейін жеткізе алмаймыз. Яғни былай айтқан кезде басымызда бір тұман сезімі сияқты. Ал бұл балалар сол сезіммен әрқашанда жүреді. Яғни бала фокусын, мысалы біздер балаларға келген кезде СДВГ балаларды есептейміз. Қанша уақытқа ол фокусын қоя алады деп. Мысалы, егер бала белгілі бір жаттығуға 10 секунд болса, болады кейде балалар 10 секунд қана оның зейінін ұстап аламыз да, одан кейін ұстай алмаймыз. Оны біз шкала бойынша есептеп қойып отырамыз. Яғни ол осы жолы 10 секунд болды, осы жолы 5 минут болды, осы жолы басқа деген секілді 2 минут болды, 10 минут болды деген секілді. Бірақ
басты себебін анықтауымыз керек. Басты себеп бұл жерде мысалы жақында бізге бір оқушымыз келді. Яғни бала өте гипербелсенді. Неге десек, біздер ол баланы бірден ортодонтқа жібердік. Баланың біріншіден аденоиды 4-ші деңгейде. Енді 4-ші деңгейді өзіңіз ойлаңыз. Ата-анасы білген бе? Білмеген. Мұрынмен сөйлейді деп жүре берген ата-ана. Одан кейінгісі баланың тістенуі дұрыс емес болған кезде біздің мына екі шетіміздегі үлкен бір трубочка сияқты тамырларымыз болады. Осы тамыр қысылады. Егер адамның организмінде белгілі бір тамыр қысылса, балада гиперқозғыштық пайда болады. Гипервозбужденность дейді ғой. Яғни бала өзін қоярға жер таппайды. Біресе анаған жұмсатын, яғни бір нәрсені тыныштық күйде отырып соңына дейін жеткізе алмайды. Сонда қараңызшы, жаңа гипербелсенді балалары бар ата-аналар мысалы осы сұхбатты көріп отыр. Не істейді олар? Логопедке апару керек пе? Бұл жерде енді ол гипербелсенділіктің себебі тек қана осыда деп біз айта алмаймыз. Бірнеше себептер бар. Бірақ көрсетсе артық емес. Көрсетсе артық емес. Негізі жоқ деген дүние бар. Егер болса, уақытылы түзетіп алынбасқа неге. Ал егер жоқ болса, жақсы, онда басқа жағынан баланы тексереміз деген сияқты. Бірақ бізде жыбырлақтық деген дүние бар, білесіздер, бірақ содан кейін гипербелсенді деген дүние бар. Екеуін айыруға болады ғой енді. Жыбырлақ бала қайсысы? Әрине. Гипербелсенді бала қайсысы? Әрине. Бұл жерде және аденоидыны біз қалай жұмыс жасаймыз деген сұрақ. Соны айтыңызшы, операция жасамай аденоидыны емдеуге болады депсіз. Лор дәрігерлер бұған ертең қарсы шықпай ма? Лор дәрігерлер бұған қарсы шығуы да мүмкін, қарсы шықпауы да мүмкін. Себебі біздер тек қана аденоиды 2-ші деңгейге дейінгі балалармен ғана жұмыс жасаймыз. Ар жағында 3-ші, 4-ші деңгей болса, біз автоматты түрде оларды дәрігерге жібереміз. Операцияға. Себебі 1-ші, 2-ші деңгейде біздер оны бірден білеміз. Ол бала немесе жұмсақ таңдайында бұзылыс болуы мүмкін, немесе субмукозды ринолалия ұшырауы мүмкін, ол көзге көрінбейді. Ата-ана байқамай ма? Ата-анаға ол көрінбейді, ол мамандарға да көрінбейді. Одан кейінгісі ол аденоиды 1-ші, 2-ші деңгей болуы мүмкін. 4-ші деңгей ол енді бірден көрінеді балаларда. Сосын осы аденоидың кесірінен деп айтсақ та болады, балаларда білесіз ғой, көз ісіп жүретін балалар бар ғой, көзінің асты постоянно, немесе ересек адамдар бар, көзінің асты ісіп жүретін. Ол балалар гипоксияға ұшыраған балалар, немесе гипоксиямен жүретін ересек адамдар. Ол адамдардың қанша витаминге тапсырса да, қанша паразитке тапсырса да, бәрібір причина дейді ғой, себебі шықпайды. Себеп ол тамырлардың белгілі бір қысылуында, немесе осы тістенудің өзгеруінде болады. Негізі аденоиды 1-ші, 2-ші деңгейдің де әсерінен балаларда осы гипоксия пайда болады. Оның кесірінен задержка болады дейсіз ғой? Әрине. Бұл жерде арнайы жаттығулар бар, тыныс алу жаттығулары. Мысалы, Стрельникова жаттығулары ол емдік шарада қолданылатын жаттығу негізі. Оны тек логопедтер, миологопедтер көрсете ала ма, әлде үй жағдайында оны ата-ана көмектесе ала ма баласын? Жоқ, егер ата-ана жақсы меңгеріп, соған қызығушылық танытып зерттейтін болса, әрине біздің қазіргі таңда ата-аналарды сауатты ғой. Олар да меңгеріп жасата алады. Бірақ бұл жерде ең бірінші орында тұрақтылық маңызды. Мысалы, күнде тіс жуған секілді оны жасау керек. Мысалы, 3 күн жасап, егер ол 2 күн жасалмайтын болса, немесе бір күн ол тек қана 5 рет жасалатын болса, ол 12 рет жасалмайтын болса, онда ол әрине кетпейді өздігінен. Бірақ негізі осы Стрельникованың басқа да тыныс алу жаттығуларымен кеткен балалар өте көп. Және ол кәдімгі, мен өзім айтсам да болады, менің практикамда ол нәрсе дәлелденген. Мысалы, қазір мына үстел үстіндегі сіздің құралдарыңыз. Бұны тек сіз ғана, яғни білікті маман, кәсіби маман ғана қолдана алатын құралдар ма, әлде ата-ана мысалы бір арнайы курс өтіп сізден, үйреніп алып баласы үшін көмектесетін, ауылдан келетіндер бар, басқа қаладан келетіндер бар. Осындай құралдарды сатып алып, үй жағдайында біз көмектесе аламыз ба балаларымызға?
Негізі бұл жерде мынау бізде вестибулярлы пластина деп аталады. Вестибулярлы пластина бұл балалардың көбінесе гипертонус, тілі гипертонусқа ұшыраған кезде пайдаланатын құралымыз. Және еріндік мускулатурасы әлсіреген балаларға. Бұл құралдарды негізі ата-ана әрине кез келген жерден сатып ала алады. Интернеттен, басқа да дүкендерден қарап. Бірақ егер инструкция бойынша қолданылмайтын болса, онда ата-ана босқа баланың уақытын өткізеді. Бұл жерде бізге ең бірінші сондай құнды дүние баланың уақыты. Ол күннен күнге өсіп жатыр. Және бұны әрине егер ата-ана оқып, кәдімгі кәсіби мамандардан оқып, үйренетін болса, ары қарай алып кете алады. Бірақ сіз айтпақшы тұрақтылық керек. Әрине, және кәсібилік керек бәрібір. Мына заттар бұл заттар бізде мына заттар көбінесе балалардың, бұл тілге дегенде тілге жасалынады әрине, бірақ мынау баланың жағына. Көп жағдайда балалардың жағы отырмайды. Жағы отырмаған бала, яғни қатты тамақ жеп орнықпаған бала, көп бұл балаларда сілекей шамадан тыс бөлінетін болады. Және көбінесе бұл балалардың тістенуі бұзылады және көбінесе тілі тонусы өзгереді. Мысалы, бізде көп адамдар ойлайды, біздің тіліміз аузымыз жапқан кезде біздің астыңғы тісімізде түсіп тұрады деп. Негізі біздің тілдің ұяшығы ол жерде емес, былай айтқан кезде. Тіл сонда қайда тұру керек? Тіл ол қалыпты күйде негізі міне жоғарғы тісіміздің тіс арты альвеолалары деп аталады. Менде солай тұр. Ол дұрыс. Егер бірақ баланың тістенуі өзгеретін болса сәл, онда ол автоматты түрде тіл ұяшығына сыймайды. Яғни гипертонус, гипотонус осы кезде пайда болады. Баланың аузы былай ашылып жүретін болса. Ол көбінесе ашық тістену болып саналады, открытый прикус. Бірақ открытый прикус болуы да мүмкін, немесе ротовое дыхание дейді, ауызбен тыныс алу мүмкін, жаңағы мұрынға байланысты. Ол жерде тек қана аденоид емес, басқа да мұрынға байланысты өсінділер болуы мүмкін. Одан кейінгісі бұл балаларда көбінесе қорылдау болуы мүмкін. Негізі кішкентай баланың қорылдауы бұл мүлдем қалыпты емес. Яғни кішкентай бала қорылдамау керек, Неше жасқа дейін? Енді неше жасқа дейін дегенде 7-8 жасқа дейінгі балалар, олар мүлдем қорылдамау керек. Тіпті жалпы қорылдаудың өзі денсаулыққа зиян, дұрыс емес деп жатады ғой енді. Қорылдау ол былай айтқан кезде мұрындағы белгілі бір ауаның дұрыс бармауы болып саналады. Көбінесе жастықтың әсерінен болуы мүмкін, дұрыс жатпауы деген сияқты. Немесе жиі қорылдайтын балалар болса, онда бұл баланың тістенуін міндетті түрде тексерту керек. Яғни баланың қазір тілі кеш шығып жатыр, басты себебі? Басты себеп бұл бірнеше кезеңдерге бөле аламыз. Бірінші себеп бұл қазіргі таңда ананың жатырында жатқан кездегі кезең. Содан бастап біз қараймыз, бұл онтогенез деп аталады, яғни адамның өмірге дүниеге келгеннен соңына дейінгі процестері. Осы онтогенез бойынша қарастыратын болсақ, көбінесе эмбрион болып ананың жатырына түскеннен бастап, бұл жерде ананың қажетті витаминдерді дұрыс қабылдамауы. Мысалы, біз ойлаймыз ғой, анемия болып жатырмыз деп. Бірақ анемиясы бар аналар көбінесе байқасаңыз, балалары оралып қалып жатады. Көбінесе кіндікке оралып жатады. Неге? Себебі бала ауа оттегі қажетті деңгейде жетпегендіктен қатты айналады. Организмде қиналады, былай айтқан кезде. Соның бәрі ол өзінің бір последствия дейді ғой. Содан кейінгі бір себептермен туылады бәрібірде. Одан кейін психотравматикалық жағдай стресс. Кейде жаңадан келін болып түскен кезде қабылдай алмай, немесе отбасыны қабылдай алмай жатқан кездерде болады. Ондай да болады. Одан кейін туылу процесі, баланың дүниеге келу, ол мысалы бізде жақында ғана ДЦП ұшыраған баланың ата-анасы келді, яғни босану кезінде допқа шамадан тыс көп секіруі, яғни баланың кері кетіп қалу процесі. Бала сау болды, бірақ сол сәтте дұрыс істелмегеннен кейін. Ол кезде жаңа анасы айтып жатыр да, мен прям сездім деп, баланың қалай кетіп қалғанын деп. Уже бала қайтадан оны жасанды түрмен вакууммен алуға тура келді, былай айтқан кезде. Оның бәрі балаға әсер етеді. Тіптен қазіргі таңда егер байқасаңыз, көп балалар
фонетикалық фонематикалық бұзылысқа ұшырап жатады. Қанша балаға біз ой бұл қасық деп айтып жатсаң да тасық деп айтуы мүмкін да, былай қарап отырсаң қызық балаға. Бірақ негізі бұның бәрі естіп қабылдаудың бұзылуы болып саналады. Ол құлақ естімейді деген сөз емес. Ол яғни сенсорика, соның ішінде естіп қабылдау процесінің бұзылуы. Сенсориканың бұзылуы, былай айтқан кезде. Енді оның бәрі негізі жатырда жатқан кезде де ананың жағдайына байланысты балаға беріледі. Одан кейінгі жағдайлар енді отбасы жағдайлар, әлеуметтік ортаның қабылдауы, яғни ата-ананың, енді біз оны көп айта береміз, балаға көп көңіл бөлмеуі деп айтып жатамыз. Көп сөйлеспеуі. Көп сөйлеспеуі, былай айтқан кезде баланың естіп қабылдауын уақытылы дамытпауы. Бала, былай қарасаңыз, кейбір балалар бар сап-сау. Барлығын жақсы айтады, күшті айтады, мектепке барады. Бірақ 2-ші класста оған дисграфия деген бұзылыс қойып береді. Яғни бала жаза алмайды. Жазса жиі қате жібереді. Бұрынғы біздің двоечниктар, 2-мен оқитындар, негізі олар двоечниктар емес. Сол кезде оларға көмектеспеген ғой ешкім осылай. Әрине, менің сыныбымда да болды. Ондай оқушылар, құрдастарым. Рын айтпайтын балалар мысалы көп болды ғой. Осы қате жазатын, қате оқитын балалар, негізі мен ата-аналарға айтқым келеді, оларды ұрсудың, ұрып соғудың, оларды кемсітудің, оларды бір надан адам сияқты көрсетудің қажеті жоқ. Просто бұл балаларға шынымен көмек керек. Қалай көмектесу? Біріншіден, оның қандай түрі екенін анықтап алу керек. Оны анықтайтын? Оны анықтайтын дефектологтар. Онымен дефектологтар жұмыс жасайды. Мектепте дефектологтарға штатты сол үшін ашып қойды. Сондай балаларды түзетсін деген мақсатта. Бұл балалар, мысалы Америкада, қазіргі таңда біздер Америкаға шығып жатырмыз, шыны керек, өйткені маған өзіме қызық бұл тақырып. Америкада бұндай балалар өздері маманға келеді де, жаңа мұғаліміне бір математика мұғаліміне келеді де айтады, мен дислексикпін деп. Балалар өздері айтады. Бала өзі айтады. Біздің балалар білмейді ғой оны. Иә, кішкентай кезінде оған үйретіп, ол түзелмей қалатын кездерде болады. Сонда ол айтады, мен дислексикпін деп, оны барлық педагогтар түсінеді. Сосын айтады, жақсы, мен саған жеңілдетілген тапсырмалар беремін деген сияқты. Себебі бұл дислексия мен осы дисграфия көбінесе ол түзетілмей қалуы да мүмкін. Ал түзету үшін қай жасқа дейін көмектесу керек ол балаға? 2-ші сыныпта нақты қойылады. Ал қай сыныпқа дейін ол мәселе шешіледі? Негізі сол 2-ші сыныпта егер бекітілсе, сол 1 жылдың көлемінде шешуге болады, уақытылы қолға алса. Бірақ ол өршіп кеткен болса, онда 5-6-ші сыныптарда кішкене қиындау болады түзету. 11-ші сынып енді ол өте қиын, былай айтқан кезде. Бұл да негізі осы уақытылы баланың естіп қабылдауын дұрыс дамытпау. Содан болып саналады. Телефон, гаджеттарға қарап, түрлі мультфильм, түрлі әндер, ағылшынша, қытайша, неше түрлі тілде қарап бала, бірақ ата-анамен сөйлеспейді, ешкіммен байланыс жоқ. Сол балалардың да тілі шықпай жатады, түсініксіз сөйлеп жатады. Менің балам қытайша сөйлейді, менің балам ағылшынша біледі, дейді, бірақ ана тілінде тілі шықпайды. Ол проблема ма? Ол өте үлкен проблема. Қазіргі таңда бізде билингвизм деген дүние бар. Билингвизм ол жақсы. Негізі біз жаман деп айтпаймыз, ол логопедтерге ғана жаман. Себебі баланың бірнеше тілде сөйлеуі. Бір бала ол ағылшынша no, yes, yes папа, no папа деп айтуы мүмкін. Неге мультфильмдер зиян? Осы нәрсені бірінші айтып кетейік. Себебі біріншіден мультфильмде артикуляция болмайды. Артикуляцияны бала, ауызды көрмеген бала, ол автоматты түрде оны қабылдай алмайды. Себебі сіздер білесіздер, сөйлеу тілі ол табиғи процесс емес, былай айтқан кезде. Себебі қазақ баласын егер Америкаға апарып тастап, ол Америкада өсіп, Американың тілін естіп, соның артикуляциясын бейсаналы түрде қабылдайтын болса, онда ол бала сол ағылшынша сөйлеп шығады. Ол қазақша мүлдем білмеуі мүмкін. Немесе Дети Маугли естіген боларсыздар өздеріңіз, олар далада қалып қойды. Олардың 6 жасында ма, қателеспесем, тапты, бірақ олар мүлдем сөйлемейді, тек дыбыстайды. Себебі олардың бейсаналы түрде еліктеуге артикуляция болмады.
тек жануарларға ғана қарап солардың дыбыстауын қабылдап солар секілді жүріп кетті. Бұлай айтқан кезде біздегі қазіргі мәселе осы. Екіншіден, анализ синтез балада 5 жаста ғана қалыптасады. Бізде аналар соны түсінсе екен дейміз. Себебі біздер қазір балаларды қатты қинап жатырмыз да, мынау алма, мынау яблоко, сен неге apple деп айтып жатырсың деген сияқты болып жатыр да. Бірақ бала оны түсінбейді қазір. Себебі 5 жаста ғана балада кәдімгі саналы түрде анализ синтез қалыптасады. Бала ойлайды, маған ағылшынша айтып жатыр, маған қазақша айтып жатыр. Тек 5 жаста ажыратады. Тек 5 жаста ғана бастап ажыратады. Оған дейін ол бәрі бір тілде сөйлеп жатырған сияқты көрінеді балаларға. Сол себепті біз айтамыз, көбінесе балалармен кәдімгі өзінің ана тілінде сөйлесіңіздер, артикуляцияны өздеріңіз қалыптастырыңыздар, баламен естіп қабылдауын өздеріңіз қалыптастырыңыздар, мультфильмді шектеңіздер деген сияқты. Мүлдем көруге болмай ма? Әлде енді қанша уақыт? Мен мүлдем көруге деп айта алмаймын. Енді қазіргі таңда ол кейде мүмкін емес жағдай. Бұл жерде көбінесе ата-аналар будильник деген системаны қолданса деймін. Яғни балаға 15 минут будильник қояды. 15 минут бала өзіне ұнаған көргеннен кейін будильник шырылдағанда автоматты түрде сөндіріп тастау керек. Бірақ оған ата-ана бірінші өзі көну керек. Біріншіде балада қарсыласу болады. Төбелесіп қалуы мүмкін, жылауы мүмкін деген сияқты. Бірақ бұл сигнал болып саналады. Уже 15 минут болғанда бала автоматты түрде түсінеді. Оны кез келген деңгейдегі бала түсінеді. Оны ДЦП балада түсінеді. Оны ауыр диагнозы бар балаларда түсінеді. Бізде көбінесе ойлайды, ол түсінбейді деп. Ата-анада, осы жерде айтып, астын сызып тұрып айтыңызшы. Ата-аналар, бұл балам түсінігі қалыптаспаған, көп нәрсені түсінбейді, кеңістікті білмейді, ананы білмейді, мынаны ажыратпайды дейді де, балаға көп нәрсені айтып, онымен санасып жатпайды. Өзі нен қалады. Мультфильм көрсеткісі келді ме, қойып қояды да басқасын істеуі мүмкін, теледидарды қосып қою мүмкін, я болмаса тағы басқа бала қаламайтын басқа бір дүниені ұсынуы мүмкін балаға. Яғни сіз айтып отырған дүниені көбі мойындамайды және сенбейді баланың түсінетініне. Негізі мен өзім енді осы күнге дейін әртүрлі диагноздағы балалармен жұмыс жасап келе жатырмыз. Соның ішінде мен сіздерге айтайын, ең ауыр түрі, былай айтқан кезде мүлдем жүрмейтін, мүлдем сөйлемейтін, мүлдем былай айтқан кезде байланысқа түспейтін балалар, ДЦП балалар, яғни балалардың сал ауруы десек те болады. Көбісі ойлайды, бұл балалар түсінбейді деп. Керісінше, шыны керек, бұл балалар өте көп дүниені түсінеді. Мысалы, олар маман таңдай алады. Өзіне ұнамаған маманға барған кезде олар жылауы мүмкін. Бірақ өзіне жанына жағатын маманға барған кезде олар жыламай, кәдімгі күліп болсын, немесе бір сол жаққа қарай қарап болсын, эмоция көрсетуі мүмкін. Біздер көбінесе, немесе аутистік спектр бұзылысы бар балалар көбінесе, біз ойлаймыз, олар түсінбейді деп. Бірақ олар өте жақсы түсінеді. Мысалы, біздер көбінесе ата-анаға диагностика олар түсіне ме, сезе ме? Олар сезеді деп айтайықшы. Олар сезеді. Оған шынайы, бұл сезіну деген ол түсінік қой. Себебі анасы жерге қатты құлап қалған кезде бала қасына бар жүгіріп барса, ол түсінеді, ол және сезеді анасына ауыр екен деген сияқты. Ал түсінік пен сезім ол менің ойымша бірге жүретін ұғым деп ойлаймын. Себебі түсінбесе ол сезбеседі. Анасы жылап отырса қасына келіп, әрине, жылама деп құшақтауы мүмкін. Әрине. Менің ұлым мені жиі жұбатады сол. Көбінесе диагностикадан кейін, мен ата-аналарға осы жерде айтқым келеді, бізде диагностикадан кейін біз баланың көзінше бұзылысын айтпауға тырысамыз. Баланың көзінше. Себебі, мысалы, бала өзінде комплекс қалыптасады. Мен басқаларға қарағанда басқашамын деген. Мен жылағым кетті. Бұны кесеміз бұл жерін. Мен жылағым керек емес, мен жыламайтын болғам дегенсің бе? Көбінесе диагностикадан кейін біздер балаларды папасымен келсе сыртқа шығуын өтінеміз, бірге алып кетесіз ба деген сияқты. Сосын барып оны талқылаймыз. Қандай бұзылыс бар? Өйткені ешқандай ана баласын біреудің көзінше талқылауға болмайды. Яғни, баланың көзінше талқылауға болмайды. Себебі бала оны түсінеді, біледі.
үй жағдайында мысалы бір жерге дайындалып жатсың, мысалы жұмысқа кетіп бара жатсың, ой бұл түсінбейді мысалы, сөйтіп айта салып болмайды, иә, бала ренжіп қалуы мүмкін ғой. Әрине, бала дүниеге келгесін, Құдай баланы осы өмірге аманаттап жібергесін, ол балаға үлкен сезімдер салып қойғанды, ішіне біз білмейтін сезімдер. Керісінше мамандар әрбір бала оны түсінеді, біледі деп жұмыс жасау керек. Мысалы, мен сізге бір жағдайды айтайын, қарапайым айтайыншы, бір бұзылысты айтайыншы, балаға қалай әсер ететінін. Р дыбысы. Логопедтер кім десе, Р дыбысын айта алмайтындар ғой деп соларға көмектесетіндер ғой деп шығады көбінесе. Бізге жақында Максим деген бала келді. Мен соның оқиғасымен бөліскім келеді. Максим Р-ны айта алмайды. Ол өзі, былай айтқан кезде, жасөспірім жастағы бала ғой. 16 жастағы бала. Ол бала официант болып, өзі ақша жинап, бүкіл ақшасын бәрін қалтасына алып келіп, маған алып келіп тұр бір күні. Маған айтады, Гүлсара Ниязовна, маған Р-ны қойып бере аласыз ба деп. Мен айттым да, сен қойып беремін, сен ақшаны қайдан алдың деп. Мен өзім жинадым дейді. Сосын мама папаң қайда десем, ой, олар менің бір Р-ны айта алмайтыныма, оларға бұл нәрсе қалыпты дейді. Проблема деп қарамайды. Проблема деп, мәселе деп қарамайды дейді. Сосын маған айтады, мен өте қатты қысылам дейді. Мен бір Р-ны айта алмағаным үшін өте қатты қысылам. Өйткені мен қызбен таныса алмаймын дейді. Мен жаңа ортаға бара алмаймын дейді. Сабақ айтайын десем, бәрі маған соған қарап тұрған сияқты дейді. Қазір балалар да қатыгез ғой, мазақтауы мүмкін. Иә, сол үшін мен оған айтқан болатынмын, давай, Максим, сен мамаңды алып кел. Мен айтпаймын еш нәрсе, мен просто мамаммен сөйлесемін деп. Кейін мамасы айтады, мен, бұл деген нормальный нәрсе ғой, бәрі Р-ны айтпайды деген сияқты. Бір Р-ның өзі баланың жанына өте үлкен жара салады. Былай айтқан кезде. Тұтықпаны айтпайық, ауыр диагнозды айтпайық, ДЦП-ны айтпайық, рас аутизмді айтпайық. Бәрі баланың жанына жара салады. Сол үшін біреудің көзінше шай ішіп отырған кезде, ой, осы баланы логопедке алып бару керек еді, сен әлі Р-ны айтпай жүрсің ғой деген сияқты, немесе мынау әлі сөйлемей жүр, мен логопедке алып барайын деп жатыр едім, қалай ойлайсыңдар, маған ақша берші деген сияқты нәрселер баланың көзінше талқыланбауы тиіс. Мүлде. Немесе ақшаны шашып жатырмыз, жұмсап жатырмыз, бірақ мына баладан шығатын нәтиже жоқ. Қашан сөйлейді дейтіндер бар ғой? Әрине. Ондай аналар өте көп. Мысалы, енді кім қандай екен, біз оны тістеп айтпаймыз, бірақ баласын көрсетуге қысылатын аналар өте көп. Маған всегда келген кезде айтады, мен баламды Инстаграмға салмаңызшы, мен бұндай балам бар екен көрген қаламаймын, вообще мен туралы еш нәрсе айтпаңызшы деп. Сондай аналар да өте көп. Яғни ол айтады, мен ол баланы көп жерге алып бармаймын, қонақ алып бармаймын, мен ол баланы мектепке бармайды, мен уже білемін, біз оған дайындалып отырмыз деген сияқты. Вот шынымен бар, өте көп осындай ата-аналар. Ата-ана неге ұялады осындай баладан? Біріншіден, ата-ана ол баласын қабылдамайды. Менің балам мұндай нәрсе, ата-ана бар дүниені жоқ деп қабылдайды. Олар бала қанша жаны оны қиналып, ол сөйлей алмай, ол айта алмай, жаңа белгілі бір стимдар, самостимуляциялар балада болып, секіріп, түсіндіре алмай, ойнай алмай, ойыншықпен жатса, ата-ана оны ол қиналып жатыр деп қабылдай алмайды. Көп жағдайда. Негізі бірінші ата-ана мәселеге ашып қарау керек. Өзіне мойындау керек та, бірінші. Менде осындай жағдай болды, мен осыған ұшырадым, бұл менің басымнан өтіп жатырған дүние, мен қазір осыны өтіп жатырмын, мен батыранамын деген нәрсені. Мен қабылдауым керек және көмектесуім керек, көмектеседі менен басқа ешкім жоқ деген дүниені. Иә, сол нәрсені қабылдаса ғана, ол ата-ана мамандарға да ашық болады. Мысалы, бізде мен шыны керек, мен түсіндіре алмай кеткен ата-аналар көп болды. Сол ата-ана қайтып келген жоқ па қазір сізге? Ол ата-ана келеді, мен білем келетін, бірақ ол ата-аналар көбінесе 3 жылдан кейін уақыт жоғалтады ғой. Иә.
жақында ғана осы маған Ақтау қаласынан жазды, мойындай алмай кеткен ата-ана. Гүлсара, енді болды, менің балам өсті, баланың зердесі бұзылған, умственная отсталость қойылған, айтады, мені бетіммен ұрды дейді. Яғни ол балалардың күші 2 есе 10 есе көбейіп кететін ата-ана түсінбейді де. Ертең ол күші 10 есе көбейгенде оны еш жер алмауы мүмкін. Онымен тек қана мамасы немесе папасы жұмыс жасап отырады. Ата-ана соны түсіну керек та, что балаға қазір көмектеспесең, ертең ол өседі ғой, бала өсу керек, оның болашағы бар. Ол мектепке бару керек, ол қыздармен танысу керек, ол жаңа ортамен танысу керек, ол үйлену керек, ол балалы болу керек. Сол нәрсені қабылдай алмайтын ата-аналар бар. Өйткені сенбейді ата-ана. Ол баланың болашағына сенбейді, балаға сенбейді, оның қалыпты мектепке баратына, қалыпты университетте оқитынына, үйленетініне, балалы болатынына көп жағдайда сенбей жатады ата-ана. Бірақ сіздің тәжірибеңізде қанша жыл жұмыс істеп жүрсіз ғой, кездескен, осындай қалыпты болып, бақытты болып, жақсы бір жетістіктерге жетіп жатқан балалар бар ғой? Иә, әрине. Мен осы нәрседе, осы жерде бөліскім келеді. Бізде қателеспесем Жаңаөзен қаласынан, мен Ақтөбеде жұмыс жасап жүрген кезде, Раяна деген қызымыз келген болатын. Мүмкін мамасы көріп отыр мүмкін, бірақ мамасы шынымен батыр ана деп айтсам да болады. Балада нағыз аутистік спектр бұзылысының, бізде кейде мына сенсорлы бұзылыстармен шатастырып алып жатамыз ғой, бірақ бұл жерде таза аутистік спектр бұзылысы бар балаға сенсі моторлы алалия қойылған. Бірақ ол мамасы бізде ертерек бастады. Бізге келген кезде бір баланың жасы 4-те болды. 4-те болды. Сол уақытта ата-анаға мен өте қатты риза болған дүнием, ата-ана баласына кәдімгідей беріліп, уақытын арнап, сол үшін Ақтөбеге келіп, сол үшін 1 ай бойы квартира жалдап, солмен жұмыс жасап, таңертең жұмыс жасайды, түсте бізге алып келіп, менімен бірге жұмыс жасайды, таңертең ата-ана, түсте біз жұмыс жасаймыз. Сөйтіп, біздер шыны керек, енді біраз жыл жұмыс жасадық. Бірақ былтыр дәл осы біз Раянамызды жұмыс жасау арқылы қарапайым мектепке жібердік. Бұрын бала шыны керек өзінің сіңілісі бар екен, інісі бар екен, қабылдай алмайтын, ұрып тастайды, тырнап тастайды деген сияқты. Қазір маған мамасы, даже мен былай перепискаларын жазғандарын көрсете аламын. Гүлсара Ниязовна, мен жылап отырмын, мен қуанып отырмын, мен ешқашан ойлаған жоқпын, мен балам мектепке барып, осылай гүл алып, мен оған гүл сатып алатыныма дейін мен былай армандап сол күнді күтетінмін деп. Қазіргі таңда балаға енді мен айтпаймын толықтай алып тастады деп. Бұл жерде бала көбінесе қазір ЗПР-ға келеді. ЗПР инклюзивті қарапайым мектепте оқып отыр. Бұл өте үлкен жетістік. Шыны керек былай қарап отырсақ. Себебі бізде ата-аналар көбінесе бүйтіп ойлайды. Мен балам қазір ол, егер ДЦП болса, ол қазір тұрып жүріп кету керек деп ойлайды. Бұл жерде баланың кішкентай ғана жетістіктеріне қуана алмайды. Үлкен бір нәтиже күтеді. Әрине. Содан кейін бізде Алихан деген бала болды. Моторлы алалия қойылған 14 жаста. Тоже бізге басқа қаладан алып келді. Қай жасынан әкелді? 14 жасында келді? 14 жасында алып келді. 13 жаста уже аяқта 1 ай қалғанда ма сондай кезде алып келді, бірақ мамасы алып келді. Себебі папасы ақша бермей қойған. Айналыссаң өзің айналыс, менің шаруам жоқ деген секілді. Ол 14 жасқа дейін сөйлемеген бала сөйлемейді деп. Одан кейін осы мамасы келді. Мамасы келгеннен кейін біздер шыны керек 7 ай көлемінде жұмыс жасадық. Бірақ ересек бала болғасын маған өте ауыр болды. Шыны керек, себебі ол балалар былай айтқан кезде жыныстық жағынан қатты жетіліп тұрады, и ұрып қалуы мүмкін, өзіне жауап бермеуі мүмкін. Бірақ біздер жұмысымыз жасай бердік, сенсорлы интеграциямызды қостық, бірақ оған логопед те біз қостық, себебі керек болды балаға. Сөйтіп жүрген кезде бір күні мен таң қалдым. Бір 7 айдан кейін маған папасы алып келіп тұр. Мен таң қалдым да, сіз неге сіз алып келдіңіз деген сияқты сұраған кезде маған айтады: Гүлсара, білесіз ба, мен бүгін таңертең тұрғым келмей жұмысқа сөйтіп жатыр едім, балам келді де көрпемді былай ашып жіберіп
Жанболат тұр жұмысыңа деп айтты. Мәссаған. Мен шалқамнан түстім дейді, мен шалқамнан түстім дейді. А осы күнге дейін мамасы оған айтып жатыр да, біздің баламыз бір сөзден тұратын сөздерді айтады, екі сөзден тұратын сөйлем құрайды. Қазір біз 3 сөзден асқан сөйлемге өтіп жатырмыз деп айтып жатыр, бірақ оны естімейді да. Содан кейін өзіне келіп кәдімгі Жанболат тұр жұмысқа деп айтқан кезде мен шалқамнан түстім дейді ғой. Мүмкін емес. Кез келген адам шалқасынан түседі ғой. Иә, сосын айтады, енді мен бұл баланы өзім алып келемін сізге деп. Сөйтіп алып көрдіңіз бе, әкелерге көп жағдайда нәтиже көрсету керек. Баласы бірден керемет жетістіктерге жету керек. Сол кезде ғана әке қосылады. Бірақ оған дейін қанша уақыт өтуі мүмкін, қанша жыл өтуі мүмкін, қанша қаржы далаға кетуі мүмкін. Сондықтан әкелер өзі қай уақытта баласымен көмектесіп, баласымен айналысу керек. Жалпы бала міндетті түрде ол жеңіске жеткен бала болмауы мүмкін ғой енді. Әрине, ол баланы әкенің де қабылдауы маңызды ғой. Себебі бізде мындай нәрсе бар, иә. Әсіресе ұлдарды, бала мамасыныкі деген нәрсе, сондай ұғым қалыптасқан, бірақ бала ол әкесі мен анасыныкі ғой, екеуінікі. Ананың басына түскен ауыр жағдай, ол әкенің басына түскен ауыр жағдай. Бұлай қарап отырсақ, оны негізі бірінші әкелер түсінсе, онда кейде аналар түсінбей қалған жағдайда әкелер бәрібір олар алып келеді. Және әкенің қолдауымен ғана бала үлкен жетістікке жетеді. Ана ол былай айтқанда да елжіреп тұрады. Бірақ әке бірігетін болса, онда бұл жерде әрине үлкен нәтиже шығады. Себебі әке де ол осы баланың ата-анасы. Соны қабылдау керек та бірінші. Қай уақытта ата-ана баласын логопедке апару керек? Және қандай логопедке апару керек? Жаңа миологопед, я болмаса кәдімгі логопед, я болмаса логопед-дефектолог. Жалпы негізі кез келген аутистік спектр бұзылысы байқалатын болса, ол негізі ерте жастан байқалады. Бірақ 3 жасқа дейін балаға ешқандай дәрігер маман нақты диагноз қоя алмайды. Көбінесе сіздер мына сөзді еститін шығарсыздар, 3 жастан кейін алып кел, 3 жастан кейін жақсы болып кетеді деген секілді. Себебі 3 жас ол кризистік кезең. Осы кризистік кезеңнен өтетін балалар бар, өтпей қалатын балалар бар. Бірақ баланы менің кеңесім 1,5 жаста, ол уже сөйлемей жатырса, оны логопед-дефектологқа алып келген дұрыс. Я 1,5 жаста сіздерді сабаққа қабылдамайды. Мүмкін. Бірақ 2,5 жастан бастап логопед қабылдайды. Ол себебі баланың ярко выраженный дейді ғой, нақты бұзылысын көріп тұрады. Оны 3 жасқа дейін созып жүрудің қажеті жоқ. Себебі 1,5 жасқа толды ма, мен өтініш ата-аналарын сұрайтыным, енді мүмкін қазір біреулер тас атуы мүмкін, ата-әжелерді көп тыңдай бермеңіздер. Негізі енді жаны ашитын әжелер де бар, аталар да бар, бірақ егер даже тіптен әкесі де ой кейін деген жағдай болса, ана бірінші түсіну керек, жоқ кейін емес, қазіргі уақыт маған маңызды деген нәрсе. Сол себепті 1,5 жастан бастап тілінің тонусын тексерту керек, даму динамикасын тексерту керек, одан кейін баланың естіп қабылдауын тексерту керек, көріп қабылдауын тексерту керек, міндетті түрде тексерту керек. Бұл кәдімгі сондай заңдылық десек те болады. Бірінші дәрігерге, лорға, невропатолог, терапевт, педиатр бәріне тексертеді. Және мен айтамын, балаларды ортопедке де тексерту керек. Себебі баланың егер денесінде қисықтық пайда болатын болса, оны да уақытылы түзеп алуға болады. Ал логопедке 1,5 жастан бастап алып келу керек. Баланы сөйлетіп жіберетін витаминдер бар ма? Біріншіден, ондай сиқырлы таяқша жоқ. Былай айтқан кезде баланың басынан бүйтіп қойып қойылатын, ондай болса бізге де жақсы болатын еді, әрине. Және мен ата-аналарға айтарым, баланы кез келген витаминмен пичіктете берудің былай айтқан кезде қажеті жоқ. Себебі магний В6 мысалы береді, магний В6 көбінесе жүкті әйелдерге немесе былай бір неврозға ұшыраған жандарға береді. Неге? Себебі ол мидағы белсенді нейрондарды басады. Ал баладағы белсенді нейронды басуға болмайды ешқашанда.
себебі ол жаңа қалыптасып келе жатқан, жаңа нейрондары қалыптасып келе жатқан баланы дозасынан асырып, егер магний В6 ойбай бәрі беріп жатыр, мен де берем десеңіздер, онда сіз жай ғана мына балаңыздың дамып жатырған нейрондарын басып тастайсыз. Одан кейін бізде йод, көбінесе біз йод беру керек, біз йод берсе бала сөйлеп кетеді екен деген секілді ұғымдар қалыптасып жатады. Бірақ йодты да балаға жөн жосықсыз бере беруге болмайды. Ол себебі кішкентай баланың организмі. Ол ересек емес. Соны ата-ана міндетті түрде түсіну керек. Оны дәрігермен кеңесу керек бірінші орында. Ал баланың тілі тезірек шығу үшін, оған ата-ана көмектесу үшін енді қатты тағамдар, сүйек мүжету керек, қатты тағамдар жегізу керек деп айтып жатады ғой. Логопед ретінде сіз құптайсыз ба? Әрине, біз оны кәдімгідей бүйтіп құптаймыз. Себебі қазіргі таңда балалардың тістенуі неге өзгереді, шайнауы неге бұзылады? Себебі қатты тамақ жоқ. Сол себепті де және одан кейінгісі тілдің тонусына ол тікелей әсер етеді. Тілдің тонусына нағыз әсер етуші тамақтар және оның құрамы, оның қаттылығы, жұмсақтығы тікелей әсер етеді. Ортодонтқа барлық балаға баруға кеңес бересіз бе сіздің алдыңызға келген? Әлде ортодонтқа барлық балаларға баруға кеңес беремін. Ересектерге де баруға кеңес беремін. Себебі ол жерде егер белгілі бір бұзылысты анықтаса, уақытылы неге түзетіп алмасқа. Егер бәрі жақсы болса, ол жақта да бәрі жақсы деп жібереді. Егер сіздің ұйқыңыз қанбай жүрсе, кейде тіліңіз күрмеліп қалатын болса, тез шаршап қалатын болсаңыз, невроз кездесетін болса, тұтығып қалып жатырсаңыз болады ғой кейде ондай жағдайлар. Оның бәрі біздің тістенуіміздегі гипертонусқа байланысты, тікелей байланысты. Біздер қатты көп жұмыс жасаған кезде мүмкін көбісі байқамайтын шығар, тістеніп қаламыз, қатты тістеніп аламыз. Егер біз аузымызды сәл ашатын болсақ, өздеріңіз де байқайсыздар, сіздер сәл босаңси бастайсыздар. Яғни тікелей осы тонусқа байланысты былай айтқан кезде міндетті түрде бару керек. Мысалы, ел алдында сөйлейтін жандар бар. Сахнадағы әртістер, әншілер, камера алдында сөйлейтін біздер бармыз, журналистер. Қазір түрлі коучтар бар енді, семинарлар өткізіп жүрген. Логопедтер қалай көмектесе алады ол жандарға? Кейде жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, шаршап тұрасың, кейбір әріптер анық шықпай жатады, кейбір артық дыбыстар қосылып кетіп жатады, я болмаса сөйлеген сөзің аудиторияға өтпей жатады. Сол кезде қандай кеңес ұсынасыз? Бұл жерде бірінші орында моторика. Артикуляциялық аппараттың моторикасы ол үлкен рөл атқарады. Ол балаларда да, ересектерде де. Егер біздің миымызға шамадан көп, былай айтқан кезде жүк түсетін болса, біздің моторикамыз былай айтқан кезде ол дұрыс жұмысын атқармай бастайды. Ал ол үшін міндетті түрде кемінде біздер енді былай айтамыз, мен өзім шыны керек сахнаға немесе былай бізге оңай емес, себебі біздер бір күнде 15 бала қабылдасақ, біздің тіліміз уже басқаша шығады. Сол кезде не істейсіз? Қандай жаттығу жасайсыз өзіңіз? Сол кезде мен біріншіден отырған кезде аузымды ашып отырамын. Осылай аузымды ашып отырамын. Себебі маған мына спазмалар кету керек. Мына спазмы кетпейтін болса, біз ары қарай жұмыс жасай алмаймыз. Одан кейінгісі біздер тілімізге жаттығу жасаймыз. Яғни тілімізді қатты шығарамыз. Прям қатты. Бұл біздің тіліміздің түбіріне әсер ету. Біздің бірінші орында тіліміздің ұшы емес, оның барлығы түбірге байланысты. Барынша шығару керек сыртқа. Ол ауырады, кішкене ауырсынады, бірақ кемінде 5 рет солай жасау керек. Яғни тіліміздің түбірі қатты өзінің тонусын сақтап тұру үшін көбінесе. Одан кейін мүлдем 1 сағат үндемей жату керек. Үндемей. Бізде мына диафрагмаларымыз жату керек, үндемей отыруға бола ма? Болады, бірақ үндемеу керексіз. Себебі бізде режим молчания деген бар. Режим молчания бұл тұтықпасы бар адамдардағы тыртысуды да жазады. Егер дұрыс пайдаланатын болса. Және ондай тіптен логоневрозға ұшыраған балалардың жазылған балалар өте көп. Біздер күніне егер организміміз дұрыс жұмыс жасасын, дұрыс сөйлейін, дұрыс ақпаратымды жеткізейін десе, адам үйіне барғаннан кейін кемінде 40 минут үндемей отыру керек. Ол ұйықтап жатқаны оның есептелмейді, телевизор көргені есептелмейді. Ол
үйдегілер ренжіп қалады. Сен неге менімен сөйлеспейсің? Бірақ бұл мына жердегі барлық спазманы былай айтқан кезде гарантированно дейді ғой. Міндетті түрде жазылады одан. Жасап көру керексіздер. Үндемей отыру керек, сөйлеспеу керек, бірақ гаджетке, телефонға, телевизорға қарауға бола ма? Жоқ, үй жинаған дұрыс. Үндемей жүру. Немесе мына сатың қайда біз үндемей жүру үй жинамаймыз ғой. Режим шептания деген бар. Бізде бұл режим балаларға қиын негізі. Кішкентай балалар жасай алмайды, қатты неврозбен келген балалар. Ол үшін біз режим шептания үйретеміз. Оны біз ата-анаға үйретеміз. Яғни келген кезде сен қалайсың? Кеттік тамақ жейік. Жүр тамақ жейік. Деген сияқты. Енді мысалы біз біреуге телефонмен звондап, ар жағынан біреу сәлем десеміз, сәлем деп айқайламаймыз, яғни бала еліктейді. Сол үшін ата-ана бірінші жасау керек. Мына жердегі спазмы кету керек. Бұл сонда көмектеседі. Әрине, ол деген өте үлкен күшті. Мына белгілі әлемдік ораторлар, спикерлер, Тони Робинс деген секілді күшті бір белгілі спикерлер бар ғой, миллиондаған адамға. Олар күнделікті осы жаттығуды жасайды. Күнделікті. Күніне кемінде 40 минуттан, немесе 30 минуттан үндемей жүреді, немесе сыбырлап сөйлеседі. Мына жер қаңқа бұлшық етіндегі диафрагма, кеудедегі барлық спазмалар кетеді. Жасауға болады. 3 айда 37 шәкіртіңіз өз орталығын ашыпты, иә? Санға қарайсыз ба, сапаға қарайсыз? Біздер сапаға қараймыз. Неге? Себебі біздер бірінші ол мамандар келген кезде толық логопедиялық, толық дефектологиялық деген курстарды оқытамыз бірінші. Себебі бізге дефектология, логопедияға білімі болмай, біздің белгілі бір бланкымыздан, тестіміздан өтпеген жандарды біз орталық ашуға жібере алмаймыз, оған ақшаға деп қараған жандарға. Бірақ егер мен ашқым келеді, мен осы салада сауатты қызмет еткім келеді, сауатты мамандарды өзіме алғым келеді деген жандар болса, бірінші осы курстардан өткіземіз. Сосын олар бізге офлайн келеді, бізде офлайн видеолар да бар. Офлайн келеді, офлайн біз оларға логопедиялық массажды оқытамыз, кәсіптік емес. Себебі бізге кәсіпті біз онлайнда оқыта аламыз. Бізге олардың кәдімгі өздерінің, тіптен ол маман болмаса да, өздерінің маманның дұрыс нүктеге түсіп жатырғанын, дұрыс ол маман, мен сауатты маман алдым деген сондай бір өзінің көңілінде тыныштығы болу үшін оларға біз массаж үйретеміз. Міндетті түрде. Себебі көп мамандар өздеріне тіптен қарапайым массажды дұрыс жасай алмайтын жандарды алып алады. Сосын кейін өкініп отырады. Екі ортада бала қиналады. Сол үшін біз айтамыз, сен маркетолог бол, сен юрист бол, бізге шынды керек бірнеше ресторандары бар жандар да келеді. Осы сала қазір дүркіреп жатыр ғой деген сияқты. Бірақ біз сосын айтады, маған логопедия керек емес, мен тек логопедтерді алам, сосын оларға мен былай жұмыс беріп отырам дейді. Бірақ біздер айтамыз, егер соны өтсеңіз өтесіз, өтпесеңіз онда өтпейсіз деген сияқты. Сол үшін бізге бірінші орында менің мамандығым маған маңызды. Бірақ сізден енді мен жақсы көрсеткіш деп санаймын. 3 айда 37 орталық. Яғни бұл орталықта ашып отырған сіз емес, сізден оқыған шәкірттер, иә? Иә. Олар кәсіби мамандар, логопедтер. Барлығы емес. Барлығы емес, себебі бұл жерде, мысалы, балабақша ашатын адам, ол тәрбиешілер емес деген секілді бәрі. Ол жерде мүмкін бір заңгер болуы мүмкін, бір кәсіпкер болуы мүмкін, басқа да жандар болуы мүмкін. Бірақ олар тәрбиешіні қалай алу керектігін білмейтін болса, қандай качество, қандай сапаға қарап алу керектігін білмейтін болса, онда ол былай айтқан кезде тек ақша үшін жасап отырған маман болып саналады. Біздер приоритетке бірінші орынға осыны қоямыз. Сол себепті де бізде мамандар бірден өздерінің бағытын таңдап ашып кетіп жатыр. Өйткені олар жүректерінде тыныштығы бар да, мен маманды сауатты ала аламын деген. Сосын біз оларға бағдарламалар береміз. Ол бағдарламаның ішінде, сенің логопед маманың осы бағдарлама бойынша жұмыс жасау керек. Диагностиканы осылай өткізу керек. Қалай болса солай интернеттен, ютубтан қарап алған емес. Осыны алып жасасыншы деген кезде бізде енді өзім таңғалдым, шынымды айтсам, бірінші рет ашып көргенбіз. Ондай бір үлкен нәтиже шығады деп ойламадым. Бірақ ол біз өзіміз құрастырдық та, мен мысалы не болсам, маған не керек болатын еді деген сияқты. Солай пайда болған бір жоба. Жақсы. Сіздің әдістеріңіз
ерекше. Тіпті мынау шетелден Грузиядан алады екенсіз, иә? Қандай әдістерін енгіздіңіз? Шыны керек, біздер MapMeta деген әдісті енгіздік. Ол өте, мен бұрын шыны керек балалардың сенсорикасын дамытуға, біздер жұмыс жасаймыз, енді біздің кәдімгідей толық сенсорлы интеграция кабинетіміз толықтай жабдықталған, бірақ мен оларға бәрібірде бір нәрсе жетпейтінін түсіндім. Содан кейін мен Москваға бардым. Москваға барғаннан кейін мен интенсивтерге қатысып, осы Марьяна Линскаяның өзінің MapMeta деген методикасы бар. Ол негізі біздің менталитетке сай келмейді, себебі ол жақта тамақтарды басқызады, бала тамақпен, бірақ біз оны басқа нәрсеге алмастырдық. Слаймдарға, жиіркенішті заттарға, шыны керек. Себебі мына үлкен дәретін, кіші дәретін сезбейтін балалар, олар жиіркену керек. Егер жиіркенбейтін балалар болатын болса, біздің денеміздегі тактильді сезімдер дұрыс жұмыс жасамай жатыр. Бала мысалы үлкен дәретке отырып қойып, дым болмағанда жүре беретін болса, міндетті түрде осы MapMeta қолдану керек. Бала жиіркену керек, бала оған бір қуану керек, оның дәмін сезу керек, оның салқын екенін, оның мұз екенін сезу керек. Осылай біздер баладағы әртүрлі сенсорлы жүйелерді оятамыз. Дәл осы дүниені, мысалы, енді менің оқырмандарым әр аймақтан қой, мысалы, ауылдағы ата-ана көп маған хабарласады. Көмектескіміз ақ келеді, барғымыз ақ келеді, бірақ ол мысалы, Ақтөбеге болмаса Атырауға барып, ол айлап жату керек, мысалы, бір айда шешілетін дүние емес. Сондықтан үй жағдайында не істей аламын, соны сұраңызшы деп жатады. Мына сағыз балшық бар ғой, балшықты кәдімгідей ертіп, сосын оны бала денесі түскен кезде аяғына бәріне тиетіндей етіп, сондай қылып жағу керек емес, бала оны сонымен жүру керек. Ол жерде бірнеше дорожкалар жасалады, осылай түсіндірейін. Бірінші дорожкада жаңағыдай жиіркенішті заттар болады. Ол жерде жұмыртқа болуы мүмкін, жарылған жұмыртқалар да болуы мүмкін. Яғни бала анаға тиген кезде ода отвращение дейді ғой, жиіркеніш сезімі пайда болу керек. Одан кейін ол жүрген кезде оның денесі қатты суық болып кету керек, мұздың үстімен жүру керек бала. Одан кейінгісі тағы да сондай құмның үстімен жүру керек, жылулықты сезіну керек. Одан кейін бала тағы да сондай әртүрлі нәрселермен өту керек. Шөппен бір нәрсемен әйтеуір. Шөппен, немесе мына темір болттар бар ғой, болтиктар. Олар өте суық болады. Бізде баланың аяғына батып кетпей ме? Жоқ, олар батпайды. Бізде келген оқушылар автоматты түрде уже носкиін шешеді. Себебі олар білет қазір мынаның бәрі оғада жұмыс жасайтынын деген сияқты. Жалаң аяқ жүру керек. Жалаң аяқ жүру керек, міндетті түрде. Және көбінесе мен ата-аналарға айтарым, қыс мезгілінде баланы негізі далаға енді ұзақ ұстамау әрине, бірақ далаға жалаң аяқ жүргізіп көру керек. Себебі бала ол жердегі салқындықты, сосын жылулықты біздің организмімізде анализ синтез қалыптасу керек, ол түсіну керек организм. Что маған қазір салқын болып жатыр, маған салқын болғасын, мына жақтағы анализаторлар оянады. Балада түсінік қалыптасады, ол түсінеді. Келесіде оған бармау керек. Ол суық дүние. Бұл өте күшті дүние ғой. Содан басталу керек. Жаңбырдың күні бір Астанада енді ауа райы көбінесе салқын болып тұрады ғой. Жаңбыр жауады, күздің қара суығы, мысалы, аулада балалардың аяқ киіммен жай ғана боты емес, арнайы аяқ киім, кроссовкимен, ашық аяқ киімдермен жүргенін көресің. Ата-аналар көбінесе соған рұқсат беріп жатады. Бұл дұрыс па? Енді егер ұзақ жүрсе дұрыс емес. Бірақ балаға көру керек, бала? Көру керек. Бала көру керек, оны дәмін сезіп көру керек, ол жеп көру керек, ол оны түкіріп тастау керек, ол одан жиіркену керек, ол қуану керек. Ұшынып қалады деп қорқады. Жемейтін тамағын бермейді ата-ана. Болмайды олай. Себебі егер баланы біз қазір аяй беретін болсақ, өмір оны аямайды ертең. Сол нәрсені түсіну керек. Балаға, егер біз балаға қазіргі таңда өбектеп, ой, бұл бала ДЦП, ол жүре алмайды ғой, ол көрмейді ғой деп жүретін болсақ, ол ертең бала столға басын соғып алмайтын болса, ол түсінбейді қорқыныш деген сезімді. Ол келесіде түсінеді. Так, маған максимальный барлық анализаторларымды қосып, жан-жағыма максимально аккуратный болуым керек. Келесіде мен жүрген кезде жан-жағыма қарап, сипап жүруім керек. Так, мына жер қолыма кіріп кетеді, күйіп қалдым, алдым басым соғып алдым ғой. Келесіде мен оны соқпауым керекпін. Қорғаныш сезімін бала өзіне өзі қалыптастыру керек. Оған ата-ана араласпау керек. Бірақ бақылап тұру керек.
әрине ол енді қазанға түсіп кетеді. Әрине бақылап тұру керек, бірақ ата-ана ол жерде баланы барып қолына сүйреп, сен оңға кетіп барасың, солға кетіп барасың деп айтпау керек. Себебі бала оны түсіну керек бірінші. Ода рефлекстер қалыптасу керек, қорғаныш рефлексі, қорқыныш сезімдері, қуану сезімдері, қорғану сезімдері пайда болу керек. Логомассаж кез келген балаға жасауға бола ма? Сөйлемейтін баланың көпшілігіне логомассаж жасаттым деп отырады ата-аналар. Кімдерге логомассаж жасауға болмайды? Қай балаларға? Қай диагнозы бар балаларға? Логомассажды кез келген балаға жасауға болмайды. Логомассаждың екі түрі бар, ол Новикова және Дякова деген. Осы біздің СНГ бойынша ойлап тапқан мамандар. Логомассажды жасауға болмайды, егер баланың толықтай түсінігі қалыптаспаған болса. Оны шыңғыртып, оны жылатып, оның аузын бейтіп, оған роторасширитель салып, болмайды. Бірнеше ата-ана адам ұстап дейсіз ғой. Болмайды олай. Біріншіден балаға ол травма болып саналады. Ол түсінбейді деп айттық қой ма, түсінеді ол бәрін. Ол келесі келгенде шыңғырып жыласа, ол қалай біз айтамыз, ол түсінбейді деп. Ол түсініп тұр, қайда келе жатқанын түсініп тұрған бала. Түсінеді ол. Массаж жасалады, егер баланың ернінде гипертонус немесе гипотонус болса ғана. Бірінші маман ата-анаға айту керек, мен сізге массаж жасайын деп жатырмын. Неге? Себебі мен сіздің балаңыздан қараңызшы, мен гипертонус көріп тұрмын, тілінен гипотонус көріп тұрмын, тремор көріп тұрмын, дистония көріп тұрмын деп айтса, онда соған бағытталып жасауға болады. Тұтықпа кезінде мысалы көріп жатамыз, бала өзі былай жатады, оған оның үстіне онан сайын жасап жатады. Тұтықпа деген ол тыртысу ғой, тыртысу деген ол гипертонус. Гипертонусқа ешқашанда оны ауыртып жасауға болмайды. Тілінде гипертонусы бар балаға ешқашанда тілінен бастап массаж жасауға болмайды. Егер мамандар білмейтін болса, оны толықтай зерттегені дұрыс. Себебі ол гипертонус деген сөз тыртысып тұрған, діспі баланың қолы сияқты битіп тұрған нәрсе, ал сіз оны сындырғыңыз келіп жатыр да. Онан сайын үстінен ауыртып деген сияқты. Сол себепті логомассажға бірінші ата-ана маманнан талап ету керек. Мен балама не үшін массаж жасайын деп жатыр? Маған көрсетесіз бе треморын? Маған көрсетесіз бе дистониясын? Осылай әртүрлі сұрау керек бірінші. Уздечканы кестіруге бола ма? Уздечкасын кесіп жер балаң сайрап кетеді деп ақыл айтатындар бар. Я болмаса тоқ шекпен қиқындыр, сондай қазақтың ырымы бар, балаң сөйлеп кетеді. Әлі соны істемедің бе деп айтатындар да бар. Уздечканы орынсыз кесе беруге болмайды. Бізде 3 уздечка болады. Ерніміздің үстінде, біздің ерніміздің астында, тіліміздің астында. Уздечка ол кесіледі, егер бала дүниеге келгеннен, яғни дүниеге келген күннен бастап 30 күннің аралығында. Баланың тіл астында капиллярлары дұрыс дамымайды ол кезде, ол бала сезбей қалады. Егер ол еме алмай жатса, жұтын алмай, қарны тоймай, шырылдап жылап жатырса, онда сол жақта айтады, кесу керексіздер деп. Бірақ жақсы, ата-ана уже кешікті. 5 жасында белгілі болды, что баланың уздечкасы 3 жасында дейікші. Уздечкасын кесу керек деп айтылды. 3 жаста негізі уздечканы кесуге болады негізі. Ондай не жоқ, заң жоқ, что болмайды деген. Бірақ егер сіздер бала оны түсініп жаттығу жасамайтын болса, ол қайтадан жабысып қалады. Тіл үсті уздечкасы тістің арасынан шығып тұрған кезде, оны 5 жастан қиып тастайтын болса, кесіп тастайтын болса, мына барлық баланың қызыл иектері төмен түсіп кетеді. Ат жақты деп айтады ғой, күлген кезде бүкіл иегі шығып тұратын балалар бар. Сондай болып төменге түсіп кетеді, ұстап тұрған дүниені кесіп тастайды. Оны тек 11 жастан, 11-12 жастан жоғары кесу керек. Ал тіл асты уздечкасын менің кеңесім 5 жаста кестірген дұрыс. Себебі 5 жаста баламен жаттығу жасап, оның тілі қайттан тонусына қалыпқа келіп кету керек. Бізде көп ата-аналар бүйтеді. Кесетте одан кейін үйінде отырады күтіп. Қашан шов түседі деген сияқты. Шов түспестен бұрын кестірдіңіз ба, келесі күн емес, енді бір арасында 5-10 күн аралығында басылғаннан кейін бірден логопедке алып келу керек. Логопед оның тонусымен жұмыс жасайды. Өйткені жұмыс жасалмаса, ол қайттан сол қалпында қалады просто. Ал жаңағы тоқ шекпен қиқындырса бала сөйлеп кетеді. Боқ ауыз үйретсе бала тез сөйлеп кетеді, тілі шығады деп жатады, иә? Енді боқ ауызға мен қарсы емеспін. Шынымен шыға ма? Енді ол еліктеу ғой. Еліктеу, ол бала сөйлейді. Енді
еліктеу арқылы баланы сөйлету мақсатында айтады оны. Бірақ тоқшекпен қылғындыруға, нағашысына қылғындыруға, тем более оған мен қарсымын. Себебі бізде 6 жастағы баланы қылғындырған, баланың аты Мәлік, қателеспейтін болсам, бірақ ол бала кейін бізге логоневроз болып келді. Яғни бала нағашысынан соншалықты қорқып қалған, что келесіде ол адамды көрсе, судорожно бала қорқады. Қазір мені қылғындырады. Ол деген интеллект сохранный бала ғой, сақталған бала. Ол түсінеді, маған мені қылғындырып жатыр, мені өлтірейін деп жатыр деп ойлайды ол. Ал ЗПР балаларды, аутизм түсінігі қалыптаспаған балаларды да айтып жатады. Емшіге апар, я болмаса қорғасын құйғыз, я болмаса жаңағыдай тоқшекпен буындыр. Тіпті бір емшілер бар, мынандай жердегі нені тигізсем аутистер жазылып кетеді деп. Мен сіздерге айтайын, менде жақында бір сондай, жақында емес, бір 2-3 жыл бұрын сондай бір практикамда болды. Баланың маңдайын кескені, тамырын кескен. Осы жердегі тамырдан деп, енді бұлай қарап отырсақ, издевательство деп айтсақ та болады. Себебі ол қандай тамыр жауап береді маңдайында баланы. Ай, мама, қарап отырсақ, неше түрлі істесің құдай. Қылғындыруға мен қарсымын. Себебі ол бала ойлайды, мені қорғайтын ешкім жоқ, мыналардың бәрі мені өлтіргісі келеді. Значит, мен ол деген жаны қиналып, шыңғыр бала. Неге ондай нәрсеге бару деп ойлаймын да, баланы. Қорқыту арқылы? Әрине, ол деген қазір сені өлтірейін деп жатырмыз деп барып баланы шығару деген ол мүлдем дұрыс емес. Яғни маман ретінде сіз бұған қарсысыз, иә? Мен оған қарсымын. Және мен ата-аналарға көп айтатыным, емшілерге, балгерлерге, тәуіптерге деп сөйтіп сіздер аралап жүрген кезде сіздің балаңыздың тілі қатып кетеді. Сосын сіздің балаңыздың уже интеллектісінің губка сияқты қабылдайтын кезеңі болады. Сол кезеңнен сіздер өтіп кетесіздер. Ол кезеңнен өтіп кеткеннен кейін қанша маманға апарсаңыздар да, ол мына кезіндегі темірді қызған кезіне баспағасын, ол уақыт өтіп кетеді. Сіз қалаған нәтижеңізге жете алмай қаласыз. Сіздің практикаңызда бар ма емшілер жазған аутистар, я болмаса таным түсінің қалыптаспаған балалар? Енді бұл менің практикамда дегенде, мен енді білмеймін, практикамда ондай жоқ. Сізге келген балалардың арасында жоқ па? Маған келген балалардың арасында мен емші жағалап болып шаршадым деген ата-аналар көп. Мен емші жағалап шаршадым, енді болды, кәдімгі дәстүрлі біздің әдісімізге көшейік деп келген ата-аналар бар. Бірақ енді ол сенім ғой. Мүмкін сеніп, если солай күшті болып, ананың сенімі жеңіп кетіп жатса, бұл жерде мен ойлаймын, ол жерде ол кісінің бір мүмкін просто соған бағыттаған шығар, бірақ ананың сенімі бәрібір алып шығатын нәрсе тек қана болды. Сосын Құдайға деген сенім мықты болып тұр ғой деп ойлаймын. Гүлсара ханым, мүлдем сөйлемейтін, сөйлете алмайтын бала бола ма? Ондай бала болмайды. Себебі бізде просодика деген дүние бар. Просодика деген нәрсе ол баланың жылауы, айқайлауы, кері байланысы, ол да сөйлеу болып саналады. Бұлдыры, оның түсініксіз сөйлеуі, қытайша сөйлеу, ол да сөйлеу. Біз айтпаймыз, мүлдем сөйлемейтін бала болмайды деп. Егер сіздің 6 жастағы балаңыз бұлдырлап келе жатса, сіз қуану керексізді. Ол бала келе жатыр сөйлеуге. Бірақ егер бала туылған кезде жыламайтын болса, онда бар мүмкіншілік, что бала сөйлемеуі мүмкін деген. Дәл туған сәтте ме, әлде жалпы туғаннан кейін? Туған сәтте көбінесе. Туған сәтте балалар тұншығып жатады көбінесе. Менің балам мысалы жыламай келді. Иә. Жыламай шықты, бірақ көтеннен тартып жүрген кезде жылады. Оның себебін маған қатты гипоксия болған, сосын бала тұншығып, қазір жылай алмай қалды деп түсіндірді. Иә, сол тұншығу болуы мүмкін, одан кейін бала жылауы мүмкін. Одан кейін жылап кетсе жақсы. Бірақ ол қазір сөйлеп жүр. Иә, ол жылап кетсе жақсы, ол сөйлеп кетеді. Бірақ мүлдем жыламай қоятын балалар бар. Яғни, былай айтқан кезде өкпесі, тыныс алу жолдары ашылмаған балалар бар. Енді бірақ негізі мен айта алмаймын, мүлдем сөйлемейтін бала болмайды деп. Өйткені ол
мүлдем сөйлемейтін бала болмайды. Еркеліктен сөйлемейтін бала болмайды. Еркеліктен емес, ол бала жеткізе алмағасын ол олқылықтар танытады, еркелеп кетеді, сізді құшақтап кетеді, сізді сүйіп кетеді, басқа нәрсесіне деп ойнап кетеді деген сияқты. Бұл уже балаңыздың психикасы өзгеріп жатыр деген сөз. Яғни мен сөйлемей ақ қояйын, одан да барып мен қазір ойнап кетейін, бәрібір мен оны түсіндіре алмаймын деген нәрсе. Ал енді сіз маман ретінде айтыңызшы, мысалы жаңағыдай түсімде де тіпті баламның сөйлегенін көрмеймін, естімеймін, сондықтан ол бала сөйлемей қала ма мүлдем деген қорқыныш болады ата-ананың бойында. Бұндай жағдайда қандай кеңес бересіз? Бұндай жағдайда мен ата-аналарға кеңесім Құдайдың рөлін алып алмауды кеңес беремін. Себебі біздер оны шешетін біз емес, оны шешетін сіз емес, оны шешетін тек қана Алла тағала деп айтсақ та болады. Сол себепті сіздің тарапыңыздан жасалатын дүние, ол біздер бала ойнап отырса, біздер балаға қарап, мысленно өзіміздің саналы түрде қарап отырып айту керекпіз. Менің балам сөйлейді, екеуміз ойнаймыз, екеуміз мына жерге барамыз, екеуміз ертең телевидениеге шығамыз, неге шықпасқа. Екеуміз ертең бір жерде балапан арнасына түсеміз, мүмкін білмеймін, көп. Жақсы дүниелер айту керек. Жақсы дүниелер айту керек және оған сену керек. Ал оған алаңдап, оны деген крест қойып тастайтындай, оған жоқ, ол солай болады, болды, ол сөйлемейді дейтіндей біз Құдай емеспіз. Тіптен мүмкін емес деп алып келетін балалардың өзінде біз олай айта алмаймыз. Мен аузымнан ол сөз шықпайды. Себебі бұл жерде құдіретті басқа да күштер барды. Бала сөйлемей отырады, бала ойнап отырады, анасы сөйлейді, әкесі сөйлейді, кетіп қалады. Бірақ ол баламен қой деп қолды сілтемей сөйлесе берсе, ол балада жазылып жата ма? Баламен күнделікті ата-ана сөйлесу керек. Ол сөйлесу процесі қалай жүзеге асады? Көбінесе былай ойлайды ата-аналар. Мен қазір барып бетіне әңгіме айтамын, сосын ол маған жауап бермейді, болды мен кетем деп ойлайды. Негізі ол процесс олай емес. Ата-ана өзінің 7 күнін 7 түрлі процеске бөліп қою керек. Бірінші күні ол баламен сурет салу керек. Яғни қолмен салсын, кисточкасымен салғысы келмесе салмасын. Карандаш ұстағысы келмесе салмасын, онда ол аяғымен салсын. Сонда баламен сөйлесу. Міне сен аяғыңмен қазір сурет салып жатырсың, сен қолыңмен салып жатырсың, мен сары түсті алып жатырмын, мен қазір қызыл түсті үйретіп жатырмын, сен 3 бұрыш салып жатырсың деген сияқты. Сөйтіп ата-ана 7 күнге өзіне бөліп қоятын болса, мысалы бірінші күні сурет салсын, екінші күні құм жасасын, үшінші күні тамақ пісірсін, төртінші күні далаға шықсын, бірақ сөйлессін. Рахмет. Шынымен де сіз ашқан орталықтың аты да ерекше екен, сөйле. Қарапайым ғана. Бірақ білесіз бе, мұндай проблемамен кездеспеген ата-ана бұған мән бермейді. Сөйле. Өйткені ол қалыпты жағдайда сенің балаң сенімен сөйлеседі, тілі шығады, былдырлап жүреді, қатарға қосылып кетеді. Ал сенің балаң сөйлемей, сол бір әріпті шығарса екен, бір дыбысты шығарса екен деп соған зар болып жүрген ата-ана, мұндай сөйлеші балам, мама деші, ананы әпер деп айтшы, дүкенге қарай мені сүйреші, мынаны сұрашы деп сөйтіп бір армандап аңсап жүреді ғой, ниет етіп. Сондай ата-аналарға осындай айтқан сіз сияқты мамандардың әрбір кеңесі өте бір құнды, баға жетпес дүние ғой. Сондықтан сізге рахмет. Жаңа 3 айда 37 орталық деп жатырмыз ғой. 37 емес, бірнеше орталық болсын. Сіз сияқты мамандар, сіздің басқада қазір логопедтер өте көп қой, мықты мамандардың көп болғаны жақсы. Әрине. Арнайы уақыт бөліп келдіңіз. Алғысымызды айтамыз. Рахмет, сіздерге де көп. Бәрі жақсы болады. Бұл өмірде мүмкін емес дүние жоқ. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз сұхбатты осымен аяқтаймыз. Келесі сұхбатты күтіңіз. Негізі шыны керек неше түрлі адамдар келеді бар ғой. Менің ең қатты таңғаламын, ладно, қылғындыру мен көп көрем бар ғой. Біз 3 рет қылғындырдық деп айтады. Мен оған үйреніп қалдым. Спокойно айтады. Мен өзім де оған үйреніп қалдым, қылғындыруға болмайды деп айтамыз. Бірақ мен ең қатты таңғалған дүнием маңдайының тамырын кесті деген нәрсеге. Мен түсінемін, бұрын тамыр шығып тұрғанда кеседі ғой балалар кішкентай кезінде. Бірақ ол сөйлету мақсатында емес қой.